Бүгін кофенің адам ағзасына пайдасы және зияны туралы айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырайық. Кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы, кофеин арық адамның бойындағы 29% майды ыдыратады екен, ал толық адамдарда 10%. Осы ыдыраған май жасушаларын ағза қосымша энергия көзі ретінде пайдаланады. Зерттеушілер жаттығудан кейін 2 шынаяқ кофе ішуге кеңес береді. Олар өздері жасаған тәжірибеде жаттығудан келген адамдардың жартысына кофе ішкізген. Артынан бұлшықеттегі ауырсынуларын 0 мен 10 балл арасында өлшеулерін сұраған кезде кофе ішкендердікі анағұрлым төмен болған. Кофеин ағзаның қозғалыс, есте сақтау және ойлау қабілеттеріне жауап беретін дофамин гормонын белсенді бүлдіреді. Бұл гормон рахаттану кезінде де көп бөлінеді екен. Сондықтан ғалымдар кофе күйзелістен құтылуға көмектеседі деп отыр. Олар тәжірибе нәтижесінде күніне 1 шынаяқ кофе ішетін әйелдерде күйзеліске ұшырау дәрежесі 20%-ға төмен болатынын анықтаған. Сингапур ғалымдары күн сайын 2 немесе одан да көп шынаяқ кофе ішу бауырдың циррозға, қатерлі ісікке шалдығуының алдын алатынын айтады. Өтте тас жиналмайды. Сондай-ақ 490 мың адам қатысқан тағы бір зерттеуде күніне 4-5 шынаяқ кофе ішетін адамдардың асқазанында қатерлі ісіктің пайда болу қаупі 15%-ға төмендейтінін анықтаған. 458 мың адам қатысқан 18 зерттеудің нәтижесінде әрбір шынаяқ кофенің диабетке шалдығу қаупін 7%-ға төмендететінін дәлелденді. Себебі кофе глобулин гормонына әсер етеді. Ол өз кезегінде диабеттің дамуында айтарлықтай рөл ойнайтын тестостерон мен эстрогеннің қызметіне жауап береді. Ал Альцгеймер ауруы 65 жастан асқан адамдарда болады. Оның белгілері ұмытшақтық, ойлау қабілетінен айырылу. Бұл ауруға қарсы дәрі әлі шыққан жоқ. Алайда алдын алуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтанып, үнемі физикалық және рухани жаттығулар жасап кофе ішіп тұру керек. Паркинсон ауруы да сондай. Кофе қан құрттан қорғайды. Үндістандағы стоматологиялық институт ғалымдары өздері жүргізген зерттеудің нәтижесінде осындай қорытындыға келген. Олар күніне 3 шынаяқ қара кофе ішуге кеңес береді. Себебі сүт пен қаймақ оның пайдалы қасиеттерін жоғалтады екен. Кофенің адам ағзасына зияндарын да біліп жүрейік. Кофені көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдықтырады. Себебі кофені ішкен соң ол 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп 6 сағатқа дейін белсенді болады. Егер ұйқыңыздың қанғанын қаласаңыз, түстен кейін немесе ұйықтар алдындағы 2-3 сағатта кофе ішпеңіз. Егер қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, дәрігерден оны кофемен бірге ішуге болатын болмайтын туралы сұрап алыңыз. Себебі кофе дәрілік заттардың әсерін арттырып немесе керісінше әлсіретіп жіберуі мүмкін. Ренодағы Навада университетінің ғалымдары кофе ішетін әйелдердің жатыр түтігінің белсенділігі төмен болатынын анықтаған. Аналық жасуша жатырға осы түстер арқылы барады. Кофе ішкен адамдар жеміс шырынан газдалған немесе өзге де тәтті сусындарды ішуге құмартып тұрады екен. Бұл шешімді австриялық ғалымдар шығарған. Олар тәжірибеге қатысушыларды 2 топқа бөліп, бір топқа бірнеше күн бойы кофе ішкізген, екіншісі ештеңе қабылдамаған. Нәтижесінде бірінші топтағылар күніне 419 мг, ал екіншілер 273 мг ғана тәтті сусындар ішкені анықталды. Агайо штатындағы ұлттық денсаулық институтының профессорлары 500 жұпқа зерттеу жасады. Олар күніне 2 шынаяқтан артық кофе ішкендерде түсік тастау қаупі жоғары болғанын анықтады. Сондай-ақ жүктіліктің алғашқы 7 аптасында кофе ішуде зиян дейді ғалымдар. Италия ғалымдары 18 мен 45 жас аралығындағы 1200 адамға зерттеу жасай келе, көп кофе ішетін адамдарда қан қысымы 4 есе жоғарылайтынын дәлелдеді. Ал 2 шынаяқ кофе ішетіндерде ол 3 есе жоғарылайды. Кофенің денсаулыққа пайдалы және зиян жақтары да бар. Сондықтан ғалымдар күніне 300 мг ғана кофеин қабылдауға кеңес береді. Ол шамамен 3-4 шынаяқ ұнтақталған кофе немесе 5 шынаяқ ерігіш кофе. Сондай-ақ егер сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымына байланысты аурулар болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз дұрыс. Құрметті достар, каналға тіркеліп, лайк басып кетейік. Тағы да осындай қызықты ақпараттармен бөлісіп отыратын боламыз.